Қош келдіңіздер менің арнама. Бүгін тағы да ерекше күн болайын деп тұр. Өйткені біз жанұямызбен бірге Сиэтл қаласына бара жатырмыз. Сиэтл қаласы Вашингтон штатында орналасқан. Қазір Орландо қаласында аэропортта тұр. Адам өте аз. Там регистрация бәрі где-то 5-10 минут алған шығар. Бізде өту алда уақытта самолетке отыруға дайын отыр. Міне біздің самолетіміз міне тұр, короче. Сол жалпы ендеше менімен бірге болыңыздар, кеттік. Сол қазір кезде біз Сиэтл қаласына кетіп бара жатырмыз, бірақ пересадкамен Лас-Вегас қаласына келдік. Пересадка и арендаға машина алып жатыр. Алома деген. Черный пикап, минивэн. Доджи дейді, короче. Бірінші рет алып жатырмыз арендаға. Вроде бәрі нормально. Қалай бәрі жақсы ма, жан? Просто отыра берейік па біз? Иә. Лас-Вегас қаласы, түнгі көрініс. Аптекаға кіріп керек заттарды алғанбыз. Ана жерде Трамп Тауэрс тұр. Жалпы ондай алып бара жатқанда үлкен қала емес, казино, гулянканың жері. Негізі қазір уақытта пандемия, карантин, адам өте аз. Бірақ толып жүр адамдар көшеде. Мына жерде арендаға беретін арнайы здание, арендаға машина береді. Мына жерде неше түрлі компаниялар бар. Мен білетін Авесті білем, мен тек қана Алломаны білем. Қалғандарын білмейді екенмін. Бірақ осының бәрі, осы полностью здание 5 этажды. Полностью аренда машина. Аренда машины где-то бір күнге $50 басталады. Даже 30, 50, 100. Типа премиум класстар где-то $100 айналасында бір күнге. Арендаға алған машинамыз қандай Chevrolet Dodge ба, білмеймін дұрыс, короче, минивэн. Вообще дерзкая машина екен. Мынандай машиналар примерно где-то $30, $50. Мыналар где-то $60 пикап. Мыналар примерно $100 болады шығар. Сол арнайы жерден оша регистрация өттік, тіркеуден машина арендаға береді. Тоже онлайн біздер заранее бронировать етіп қойғанбыз. Мына жерде Nissan Almera деген ақ Nissan беріп тұр. Сиэтл қаласында айдайтын машинамның бірі осы болады. Acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando.
Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін Сиэтл қаласында однокомнатный квартира снимать етіп жатырық. Мына артымызда үй. Мына қара жағы біздің жағы, мына жағы тоже біздің жақ кухня. Жалпы осы үй коттедж однокомнатный, бір жағын снимать етіп жатырық. Но өздеріңіз білесіздер, мен арендаға алған машина жалға 3 күнге алдым. Короче, Nissan екенін білем. Квартира жалпы айтқанда Airbnb-ні алдық біздер деген. Хозяинді көрген жоқпыз, код береді. Мына жерде код тересің, есік ашылады. Но кухня біздікі мына 2-ші этажда. Так, орындық отыратын. Мына жерде картинка. Мына жерде диван, стол, шкаф. Мына жақ кладовка. Холодильник. Тоже алған тамақтарын салып қоюға болады. Астында плюс морозильник бар. Мына жерде ыдыс-аяқ жуатын машина. Так, ыдыс-аяқтар, тефаль, кофе машина, газ. Мына жерде так, газ. Мына жерде микроволновка, тостер. Мына жерде стол, тамақ ішетін жер. Так, мусорка. Жалпы осы кухнялары, асханасы. Осы жерде тамақ ішеміз, тамақ пісіреміз, тамақ дайындаймыз. И жалпы ары қарай біздің комнатаға барамыз. Еще плюс мына жерде стиральный машина бар. Бесплатно. Бесплатно дегенде тоже жуасың, кептіресің. Еще мына жақта 2 комната сдавать етеді, бірақ қазір кезде пустой. Біздің комната мынау. Қазір бір Сиэтл қаласында мына жерде арнайы смотровая площадка бар, қарауға арналған. Мына жерде үйлер, осы жерге келіп, мына жерден керемет көрініс тамашалауға болады. Бірақ қазіргі уақытта күн бұлтты, осы бұлтты күндерді тамашалап жатыр. Сиэтл қаласы. Осы Сиэтл қаласында әлемнің ең бай адамы тұрады. Джефф Безос деген Амазонның директоры. И плюс Билл Гейтс тұрады, Microsoft'тың ойлап шығарған адам. И плюс Boeing самолет ойлап шығарған осы жерде. Осы жерде еще Boeing компаниясы орналасқан. И дүние жүзінде ең бірінші рет заправка ашылған қала, осы қалада ашылған ең бірінші заправка 1900 жылдары. И осы жерде Starbucks ең бірінші рет осы жерде ашылған Starbucks. Осы Сиэтл қаласында. Және де көптеген бай адамдар осы Сиэтл қаласында тұрады. Бұлай қарасаң, Сиэтл қаласы ондай алып бара жатқандай әдемі, керемет емес, бірақ адамдар осы жерде тұрады. Мына жерде қазіргі кезде август айы, күн өте суық, толстовкамен жүр. Примерно погодасы Қазақстанға ұқсайды. Алматы, Астана, осы екі қаланың қосындысының погодасына ұқсайды. Біздер өзіміз екі қалада да тұрып көрдік, Астанада да, Алматыда да. Алматы сияқты таулары бар, жоталары бар, неше түрлі төмен, биік, барлық үйлер солай орналасқан. И плюс Астана сияқты үлкен небоскрептар бар. Халқы где-то 3 миллион, 4 миллиондай тұрады. Сол жалпы кішкене Сиэтл туралы өзім ойымды айтып кеттім. Қыдырыңдар көбірек, путешествовать етіңдер. Ары қарай менімен бірге болыңыздар, кеттік. Continue on Alaskan Way south for half a mile.
Қазір біз Сиэтл қаласының орталығына келдік. Орталық базарына келе жатырық. Ең бірінші рет Starbucks ашылған жерге келе жатырық тоже. My name is Joe Dreams. I'm doing $5 freestyle. Мынау қазір алдарыңызда мынау базарға баратын жол. Мынау базар. Міне базардың несі 5 этажда базар екен. 5 этажда емес, 5 этажында базар. Мынау типа Seattle Air не қарайтын. Бұл жерде ең алғашқы Starbucks ашылған жер осы жерде ашылған. Мынау базар. Типа біздің Қазақстандағындай там сырттың базарлары болады, ярмарка тура сондай ұқсайды. Бірақ типа американский стильді. Бірінші рет ашылған Starbucks. Бұл жерде кружка, сувенирлар. Не алып жатсың, жан?